Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен тауық еті қосылған Пекин қырыққабатынан салат жасау рецептімен бөлісемін. Қырыққабатты жолақша етіп тураймыз. Піскен жұмыртқаны да жолақша етіп тураймыз. Піскен тауық етін текшелеп тураймыз. Қиярды жолақшалап тураймыз. Ақ желкенді ұсақтап тураймыз. Соусы үшін бізге 100 грамм майонез, жарты шай қасық қыша және жарты шай қасық қара бұрыш қажет. Бәрін қосып, жақсылап араластырамыз. Барлық құрамды біріктіреміз. Бір қалбыр консервіленген жүгері қосамыз. 2 шай қасық тұз қосамыз және соусты құйып, үстіне ақ желкенді салып, жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.